Әлиханның халыққа қалдырған еңбектері бүгінгі жастарымыздың осы өтіп жатқан іс-шаралардың тәрбиелік мәні туралы айтып кетсеңіз. Енді Әлекең туралы көп айтуға болады. Ол туралы жылдан бастап масштабында жер жүзінде еңбектері тиіс. Оның басты конференция болды, конференция. Қалай мәселелер айтылды. Ондағы мәселелердің көбісі осы қайтсекте балаларға, жас ұрпаққа осы Әлекеңнің еңбектерін, Әлекеңнің ғылыми жұмыстарын, Әлекеңнің идеяларын, Әлекеңнің жаңағы мынау қазақ үшін жасаған істерін солардың санасына сіңіру. Тәрбиесі қандай соған бір ұрпақ осы Әлихан Досханның алаш арыстарынан жаңағы еңбектерін дұрыс түсініп, олардың көзқарастарын пайымдап, әрі қарай жалғаса тәрбие деген сол. Ал енді оны тәрбие жүргізу үшін әрине сөз айтып қана қоймау керек, істер жасау керек. Істер жасағанда мысалы осы мектептерде бүгін міне директорларымыз айтып кетті конференцияда Әлихан тану бағдарламасымен жұмыс жасап жатырмыз деп. Сол бағдарламамен бұрында жұмыс жасалған. Осындай әр мектепке, ол бір ғана осы 76-шы Әлихан Досхановтардың емес, барлық мектептерде іс-шаралар жүргізсе, сонда ғана тәрбиелік мақсатқа жеткен болар еді. Осыны енді тек қана мынау бұл конференциямен шектелмей, әртүрлі шараларды ұйымдастырып өткізсе, бүгінде көп айтылды, жаңа конференцияда байқаулар өткізіп, содан кейін шығармашылық байқаулар, айтыстар өткізіп, әрбір баланың, әрбір азаматтың санасына сіңіре берсе, сонда оны тәрбиелік мәні болады. Тек қана балалар емес, балалар ата-аналар да білсе, өйткені Әлекеңдерді білмейтін жер көп. Оғысын танымайтындар көп әлі. Енді танып жатыр. Мысалы, осы Қарағанды облысында шарт мектеп бар, осы туған жерінде. Басқа облыстарда Шымкентте бір мектеп бар. Өзге жерде жоқ. Мысалы, барлық қазақ болса, қазақтың барлық облыстарында, барлық аймағында осы Әлекең туралы іс-шаралар өтіп, соны таныту керек. Сонда ғана тәрбиелік мәні болады. Егер біздің облыс қана біліп қана қойса, біздің балалар ғана біліп қана оны санасыз істе, басқа облысқа ештеңе болмаса, оны ертең кездескен қандай ол әңгіме болады. Ол Әлекең туралы ештеңе білмей тұрса, мұндағы балалар өтпей қалады. Сондықтан барлығы да жаңағы Әлекеңнің тарихын, Әлекеңнің жаңағы көзқарасын, оны Алаш партиясының құрылысындағы, жаңағы Алаш орда үкіметін құрудағы ойларын дұрыс жеткізсе, сонда ғана өз мақсатына жетер. Енді ол үшін әрине көп оқу керек. Балалар көп оқу керек. Біріншіден мұғалімдеріміздің өздері көп білу керек. Мұғалімдері Әлекең туралы оны көп біліп, соны балаларға жеткізе білу керек. Бүгін мысалы конференцияда жаңа тарих мұғалімдері, география мұғалімдерін шақырдық дейді. Мен үшін мысалы тарих география емес, барлық мұғалімдер де қатысу керек еді. Оларды соны бәрі де тыңдап, жаңа конференцияда тағы да болашақта болар, сонда солар тыңдап, өз сынып сағаттарында жаңағы жеткізсе балалардың санасына, сонда ғана ол біздің нәтижеге жетеді. Әйтпесе тарих мұғалімдерге айтып тегізу болмайды. Осы жаңа біз ойладық, неге басқа мұғалімдер, басқа мысалы мен математик мысалы, мен Әлихан туралы 17 мақала жаздым мысалы мен. Әлихан туралы бір фотоманы дайындадым. Әлихан туралы арнау жаздым, поэма жаздым. Мен математикпін, сол сияқты басқалар да бар ғой, физика, математика мұғалімдері, басқа пән мұғалімдері бәрі де Әлекеңді толығырақ біліп, соның өзінің оқытқан балаларына, соның жаңағы тәрбие сағаттарына көбірек айтса, соны сол балаларға жеткізіп, балалар арқылы ата-аналарға жетеді. Көпшілікке жетеді. Сонда ғана Әлихан елдің санасына сіңеді. Біздің мақсатымыз, Әлиханның мақсаты Алашорда жаңағы партиясының да, және Алашорда біз алаштық арыстарының да мақсаты сол ғой. Қайтсе де осы қазақтың ұлттық дәстүрін, салтын сақтау, қазақты сақтау Әлекеңнен. Ол қазақтың ұлттық салтын жеткізу. Бізде қазір ол сақталып жатыр ма? Сақталып жоқ. Жаңағы конференция өзінде болсын көбісі Әлихан Бөкейханов деп тұр. Әлихан өзінің еңбегінде жазған Қарқаралыда бара жатқанда өзінде мен Әлихан Нұрмұхамедов емес, мен Әлихан Бөкейханмын деп жазған. Содан кейін жаңағы көптеген еңбектерінде Әлихан Бөкейхан, қазақ газетінде тұрақты түрде Әлихан Бөкейхан деп өзінің атын жазған. Сонда да оны Әлихан Бөкейханов дейді. Ол яғни оқ еп деген бас болттың бізге кіріп кеткен, содан біз арылуымыз керек. Жастар арылу керек оқ ептен. Қазақтың өзінің негізгі тегі, негізгі фамилиясы солай болу керек. Сонда ғана біз өзіміз ұлтымыздың санасына сіңіп, жаңағы тәрбиеміз
дұрыс нәтижеге жеттік деп ойлаймын. Сондай шаралар көп жүру керек бізге. Сондай істер мақсатты түрде жүргізіліп отыру керек. Міне мектептерді көріп отырмыз, көп жұмыстар енді барлық мектеп осы мектепте мен осының мұражайында жұмыстар жасап жатса не? Балалар дұрыс тәлім тәрбие алады. Сол Әлихан ойлағандай тәлім тәрбиеге жетеді деп ойлаймын. Рахмет.